Сәлем достар, бұл Скаврон арнасы және бүгінгі видеомызда көретіндеріңіз. Марс жер планетасына соқтығысама және қашан? Қыркүйек айында болған күндегі үлкен жарқыл. Кассини аспан колумбы және оның соңғы бейнелері. Екінші Челябинск немесе жерге соқтығыспай қалған метеорит. Скаврон арнасы назарларыңызға қыркүйек айында болған соңғы ғарыштағы жаңалықтармен таныстыратын болады. Ал сіз видео біткеннен соң маған қызық деп аталатын сапалы арнаны бағалап кетіңіз. Қазіргі ғылымдағы модельдер бойынша жер планетасына бұдан бұрындары да үлкен объект құлаған. Осы құлаған объекттен соң жер серігі ай түзілген болатын. Ендігі кезекте қазіргі ғалымдар Марстың жерге құлайтынын алдыға шығарып отыр. Оған себеп ретінде компьютердегі модельдерді ұсынып отыр. Компьютердегі модельдер бойынша Марс планетасы жерге миллиард жылдан соң соқтығысуы мүмкін. Бұған Марстың күн орбитасының ыңғайсыз градус бойынша айналуы себеп. Яғни Марс күнге жыл сайын жақындап келе жатыр. Бірақ уайымдаудың қажеті жоқ сияқты, өйткені миллиард жыл өте үлкен уақыт. Ондай уақытқа дейін жер халқы Илон Маск сияқты біртуар азаматтардың арқасында галактикааралық қатынастар жасайтын болар. Күн жүйесіндегі жалғыз жұлдыз күнде үлкен жарқыл пайда болды. Бұл үлкен жарқыл 6 қыркүйекте Гринвич уақыты бойынша таңғы сағат 9-дан 10 кеткенде басталды. Екінші жарқыл арада 3 сағат өткеннен соң басталды. Пайда болған 3 жарқылдың үшеуі де X классына жататын жарқылдар, яғни әжептәуір зардап әкеле алады. Күн жарқылы дегеніміз күннің орасан зор энергия бөлінуінен пайда болатын жарық нәрсе. Күн жұлдызы да басқа планеталар сияқты өз-өзін айналады және ондағы полюстер мен одан төмен жақтағылардың жылдамдығы әртүрлі. Жылдамдық әртүрлі болғанның нәтижесінде айналым кезінде энергияның бір жерге жиналып қалу нәтижелерінен жарқыл пайда болады. Тағы да айта кетейік, күн жарқылы пайда болған кезде жерден кейбір байланыс үзіледі және де жарқыл кезінде аспанға ғарыш кемесін ұшырмайды. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында аспанға оның ішінде Сатурн планетасы мен оның серіктерін зерттеу үшін Кассини зонды ұшырылған болатын. Кассини Сатурнда және оның серіктерінде өткізілген 13 жылында көптеген нәрселер істеп үлгерді. Сатурнның бір жылы жердің 29 жылына, ал бірақ Сатурндағы бір күн жердегі 11 сағатқа тең екенін анықтады. Кассиниден ұшып шыққан Хьюгенс деген бөлігі ең алғаш рет Сатурн серігі Титанға қонған болатын. Титанда өткізілген экспедициялардан соң ғалымдардың көпшілігі жерден басқа Титанда да су көзі болуы мүмкін деген мәлімдеме жасады. Бір өкініштісі, атақты Кассини зонды өз миссиясын қыркүйек айында бітірді. Сатурн атмосферасына құласа да Кассини ақпарат беруін соңына дейін тоқтатпады. Ол өз жұмысын толығымен орындап шықты деп еске алады Кассини миссиясының басшысы Эрл Роуз. Жақында ғана біздің планетамыздың жанынан Челябинск метеоритінің ағасы ұшып өткен болатын. Бірақ жер ғалымдары оны байқамай қалды. Тек жерге жақындағаннан кейін 2 күннен соң ғана анықтаған. Естеріңізге сала кетейік, диаметрі 20 метрге жеткен Челябинск метеоритінен 1500-ге жуық адам мен 3000-даған ғимарат зардап шеккен болатын. Ал мына метеориттің диаметрі 35 метрден 70 метрге дейін болжанып отыр. Бұл құлағанда зардабы да артық болмаса кем болмас еді, бірақ бізді Құдай сақтап қалды. Сонымен видеомыз өз соңына жетті. Егер ұнаса сіздерден лайк, ал бізден жаңа видеолар, маған қызық арнасының видеоларын бағалап кетуді ұмытпаңыз, сілтемесі астында болады.